Сәлем озат оқушым, математика бүгін 94-ші сабақ. Теңдеуді шешуді үйренеміз, я балақай. Бірінші есеп. Сырым анасымен бірге қонақ күтуге дайындалып жатыр. Сөреден 7 тарелкені алғанда, онда әлі 2 тарелке қалды. Сөреде барлығы неше тарелке болған дейді. Мінеки балақай, суреттегі тарелкелерді санап көрші қанеки. Столда 7 тарелка тұр, я? Ал сөреде 2 тарелке. 7-ге 2-ні қосқанда қанша болады? Дұрыс айтасың. 9 тарелке болады екен, я балақай. Келесі есеп, теңдеулерді шешу жолына қара. Теңдеулерде амалдың қандай компоненті белгісіз? Соны тауып айт. Оны қалай табуға болатынын түсіндір, дейді. Енді осы теңдеулерді шешіп қарайық қанеки. X алу 7 дейді. Яғни бізге X-ті табуымыз керек. Оны табу үшін тең X тең 2 қосу 7. Сонда X-іміз 9 болады, я балақай. Енді тексереміз. 9 алу 7 тең 2. Яғни екі жақта 2-ге тең. Теңдеу шешілді. Келесі теңдеуді қарап көрейік. Келесі теңдеуде 9 алу X тең 2 дейді. Енді X-ті табамыз. X тең 9 алу 2. Яғни X-іміз нешеге тең? 7-ге тең, я балақай. Енді тексереміз. 9 алу 7 тең 2 болады. Яғни теңдеудің екі жағы да 2-ге тең. Теңдеу дұрыс шешілді. Енді келесі теңдеуді шешейік. 7 қосу X тең 9. X тең 9 алу 7. Тең нешеге тең? X 2-ге тең екен, я? Енді тексереміз. 7 қосу 2 тең 9. Теңдеу дұрыс шешілді, я? Келесі екінші есеп. Кез келген 2 теңдеуді шеш дейді. 50 қосу X тең 70 дейді. Осы жерден X-ті табамыз. Яғни 70-тен 50-ді аламыз. Сонда X нешеге тең болды? 20-ға тең болды, я балақай. Енді тексереміз. 50 қосу 20 тең 70. Яғни 70 тең 70 болды. Теңдеу дұрыс шешілді. Келесі теңдеу. 50 алу A тең 30. A-ны табамыз. A тең 50 алу 30. A деген, яғни 20-ға тең болды. Тексерсек, 50 алу 20 тең 30. Теңдеу дұрыс шешілді, я балақай. Келесі 2 теңдеудің де шешулері көрсетілген. Соған қарап түсініп, жазып алсаң болады. Келесі 3-ші есеп. Есептерді оқы, есептерді толықтырып, оларды шығар дейді. А. Үстелде 7 кесе бар. Олардың 4-еуі жасыл түсті, қалғандары қызыл түсті. Яғни барлығы неше кесе? 4 жасыл, 3 қызыл екен. Яғни 4 қосу 3. Тең барлығы 7 кесе екен, я, бірінші үстелде. Келесі Ә. Үстелде неше кесе бар? Тағы неше кесе қойылды, дейді. Осы кеселерді анықтау керек біз енді балақай. Қарап көрейік суретке. Яғни екінші үстелде 6 жасыл кесе, 3 қызыл кесе көрсетілген, я? Сонда 6-ға 3-ті қосамыз. Барлығы неше кесе болды? Дұрыс айтасың. 9 кесе болады екен, я? Келесі 4-ші есеп. Салыстыр. Мына жерде салыстырамыз. 20 қосу 30. 50 болады, я? Екінші жағында 60 тұр. Қайсы үлкен? 60 үлкен. Салыстыру белгісін қоямыз. Келесі 90 алу 30. Қанша қалады? 60 қалады. 60 үлкен ба, 70 үлкен ба? Әрине 70 үлкен, я? Дәл сол сияқты келесі есептерді де салыстырып, тыныс белгілерін қойып шық, салыстыру белгісін. Алдымен балақай асықпай есептеп ал, я? Қосуды қосып, азайтуды азайтып. Содан кейін салыстыру белгілерін жазып шығасың. Келесі бізде 5-ші есеп.
өрнектер құрып, олардың мәнін тап дейді. Мына жерде түрлі түсті шарлар көрсетілген. Ол шарларда сандар жазылған, және азайту, қосу белгісі тұр. Осыларға қарап, өрнектер құрып, олардың мәнін табу керек екенбіз. Мысалға, 10 қосу 20 тең 30, 50 алу 40 тең 20 деп екі өрнек жаздық, Келесі шарларда 90 қосу 10 тең 100, 100 алу 70 тең 30. Осындай өрнектерді құрып, есеп жазуға болады екен, балақай. Өзің асықпай тағы қандай өрнек құрып жазаласың? Жазалсаң, жазып қоя ғой. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды, озат оқушы. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Сен де озат оқушысың, балақай. Келесі сабақта көріскенше.